Сәлем достар. Бүгін сіздерге қазанды оп-оңай тәсілмен ағартуды үйрететін боламын. Қырғышпен қырудың да қажеті жоқ. Қазаныңыз осылай аппақ болғанын қаласаңыз, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен қазанымыз сиятындай қылып су құйып аламыз. Одан кейін керекті заттар бізге кір сабын, белизна. Суымыз қайнамас бұрын кір сабымызды турап или үккіштен өткізіп салуымызға болады. Бір кесе белизна құямыз. Бір пияла пісте май, бір кесе порошок салатын боламыз. Барлығын араластырып, қазаныңызды салып қоясыз. Менің қазаным басында осындай майлылығы осындай болды. Енді осыны ағартатын боламыз. Қазаныңыз ағарғаннан кейін осындай шыны ыдыстарыңызды бір 5-10 минутқа салып алсаңыздар болады. Өте керемет болып жалтырап, прям өздеріңіз қайттан ғашық боласыздар посудаларыңызға. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Сау болыңыз.